Қайырлы күн, құрметті менің ас үйімнің қонақтары және де өз үйінің қаншайымдары. Бүгін мен сіздермен керемет ассорти компоттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең әуелі дәл осылай жуып тазаланған компоттарымызды суынан алып, осылай кішкене құрғатып алатын боламыз. Міндетті түрде жеміс-жидектерді 2-3 қайтара жуып алыңыздар. Мүлдем атылмайтын және 20 минутта дайын болатын компот рецептілермен бөлісетін боламын. Ең әуелі жуып тазаланған және де стерилизовать етілген, яғни буланған банкілерімізге осылай жемістерімізді ретімен салып жайғастыратын боламыз. Компот жабудағы ең құпия тәсілдің бірі, компот жабардың алдында дәл сол күні банкілерді жуған кезде мүлдем гельді су қолданбаңыздар. Себебі ол біздің банкілеріміздің атылып кетуіне қаупі өте жоғары болады, атылып кету қаупі. Жуып тазаланған банкілерімізге осылай 1-1,5 уыс, яғни 200-250 грамм шиеден салып отырдым. Және де осылай бір тілім лимон тілімін және де осылай мята салдым дәміне қарай. Өте керемет болып шығады. Бұл мохито емес, бұл компот, дәмі ерекше болып шығады. Және де жеміс-жидектерді 2-3 қайтара жақсылап жуып алыңыздар. Банкілерді гельді суда жумауға тырысыңыздар. Мінекей, мен 3 литрлік банкіге 250 грамм қант салдым және де осылай бетін жауып, үстінен қайнап тұрған, міндетті түрде отта бұрқырап қайнап тұрған ыстық суды құятын боламыз. Мүлдем атылмайды және де ешқандай қайта төгуді қажет етпейді. Дәл осы бір құйылған суымызбен демде жабылатын керемет компот. Табиғат аясында, қыстың қамын жаз ойлатып, табиғат аясында керемет осында компоттарды жауып алдым. Сіздерге де осы рецептімен жауып көруге кеңес беремін. Жалпы өте керемет болып шығады. Сіздер қаласаңыздар, осы жерге өрік, қара өрік, немесе шапталы, тағы да басқалай жемістерді қосуға болады. Өте керемет болып шығады. Және де ерекше рецепт, дәл осы шие мен алмаға ассортимент ретінде смородинаны қоссаңыздар, онда дәмі мүлдем керемет болады. Енді осылай ыстық суды құйғаннан кейін міндетті түрде закрывашкамен бекітетін боламыз. Маған бұл рецепті енем үйреткен ерекше компот жабу тәсілі. Дәл осылай закрывашкаларымызды жақсылап бұрап алатын боламыз. Компоттың атылып кетпеуі осы бұрауға да байланысты. Және де крышкаларға да қатты маңызды. Крышкаларыңыздың да сапасының жақсы болғаны дұрыс. Менің видеом ұнап жатқан болса, менің арнама тіркеле кетіңіздер. Сіздермен керемет рецептлермен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей осылай закрывашкамен бекітіп, жақсылап жауып алатын боламыз. Міне біздің закрывашкамыз толықтай бұралып болып қалды. Енді көрсеңіздер болады, өте керемет болып шығады. Бұл ешқандай мохито емес, мята қосылғанымен дәмі ерекше болып шығады. Неге? Өте керемет компоттардың бірі. Ешқандай қайта төгуді де қажет етпейді. Байқасаңыздар. Егер сіздер қанттың көптеу болғанын қаласаңыздар, 250 граммнан көбейтіп 270 грамм қоссаңыздар болады. Бірақ одан артық қант мүлдем тәтті болып кетеді. 250 грамм қанттың өзі тәттілеу болып шығады. Неге енді банкілерімізді бұрап болғаннан кейін міндетті түрде төңкеріп, үстін 2-3 күнге дейін ашпаймыз, қалың етіп жауып қоятын боламыз. Егер
Видеом ұнаса тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Міндетті түрде қалың етіп орап қоюды ұмытпаңыздар.